Маңғыстау облысында жындыханада жатқан жас сарбаздың анасы тағы бір сұмдықтың бетін ашты. Шыр-пыр болған әйел 18 жастағы балама әскери қызметкерлер сексуалды сипаттағы зорлық көрсетіп, өз-өзіне қол жұмсауға итермеледі деп отыр. Біздің қоғамда адамға жасайтын зорлық-зомбылық нормаға айналып кеткен. Психологиялық, экономикалық, сексуалдық, физиологиялық. Өйткені ол барлық жерде бар. Шындық ол. Мектепте бар, училищеде бар, колледжде бар, жоғары оқу орны, ол жерде де бар. Балдар тіпті оқи алмай кетіп қалады, потому что физиологиялық зорлық-зомбылықтарға уже шыдай алмайды. Әскерде де бар, гражданкада бар, әрбір үйде, отбасында да бар. Бұл зорлық-зомбылықты тоқтатуға болады, егер де ата-ана өзінің баласының психикасын сау қалыптасуының жауапкершілігін өзіне алған кезде, оны мектепке, өкіметке ығыстырудың қажеті жоқ. Мына метафорамен түсіндіріп көрейінші. Мысалға, үй фундамент, қабырға шатырдан тұрады. Егер де мына фундамент мықты болмаса, қабырға мен шатыр құлайды. Адам да тура солай. Қазіргі физиологиялық тұрғыда өсіп кеткен адамдардың зорлық-зомбылық жасап жатқаны бұл психикасының 12-ден 17 жасқа дейінгі уақытта сау қалыптаспағандықтың салдарынан болып жатыр. Сондықтан, егер де әрбір ата-ана бүгінгі күні өзінің баласының психикасының сау қалыптасуы осы 5 жыл аралығында өзінің жауапкершілігіне алса, бұл нәрселермен кездеспейді. Біз қоғамда осылай зорлық-зомбылықты тоқтата аламыз, когда әрбір адам жеке өзі жауапкершілікті алған кезде. Сізбен бірге болған мен, қазақ тілді психолог Айғаным.